ертеде, баяғы бір заманда шал мен кемпір өмір сүріпті. Bir күні шал алыстан ат терлетіп үйіне барыпты. Кемпірім, қарным ашып келді. Бауырсақ пісірдім. Ымыраққа. Бауырсақты пісірді. Қаптың түрін қара. Деп шалы кемпіріне айтыпты. Кемпір қойма түбін қырып, екі уыс ұн табады да қаймаққа шылап, қамыр илеп майға бауыр. Кемпірі бауырсақты дәмдетіп пісіріп, терезенің алдына суысын деп қойып қояды. Тананы қастым, денені қастым. Сен жейбін. Жемесін, мен сағымды үйін атпен. Қастым, денені қастым. Енді сені қасы ұмай. Қояннан құтылған бауырсақ әндетіп келе жатса алдынан қасқыр шығады. Барсақ, мен сені жейм. Жемесін, мен сағымды үйін атпен. Тананы қастым, денені қастым. Енді сені құтылмай. Деп құтылып келе жатса қасқырдан алдынан аю шығады қорбаңдап. Бауырсақ, мен сені жейм. Жемесін, мен сағымды үйін атпен. Тананы қастым, денені қастым. Енді сені құтылмай. Тананы қастым, денені қастым. Қоянаны қастым, қасқыраны қастым, аюны қастым. Не дейсің болсақ, мен құлағын істемей. Мұрынға айтшы. Қастым, денені қастым. Қоянаны қастым, қасқыраны қастым, аюны қастым. Енді сені құтылмай. Деп түлкі айласын асырып, бауырсақты жеп қояды. Осымен ертегіміз аяқталды. Сіздерге ертегі ұнады ма? Сіздерге қандай ертегіні тамашаладыңыздар? Қай кейіпкер ұнады сіздерге? Бауырсақ. Бауырсақ ертегісі ұнады ғанекеге. Керемет, сіздерге де рахмет. Балалар, бүгінгі біздің бауырсақ ертегісін сомдаған атаның рөлінде Алихан, әженің рөлінде Тамирис. Ал басты кейіпкеріміз біздің бауырсақ рөлінде Батырхан. Өзі сондай құтақандай, бауырсақ десе бауырсақ. Қоянның рөлінде Айлин. Қасқырдың рөлінде Ильяс. Қорғандаған аюдың рөлінде Алихан. Және біздің әп әдемі ойнап шыққан түлкінің рөлінде Алина.